Жүрек негізінен үш қабаттан тұрады. Оны айттық. Эндокард, миокард және эпикард атты үш қабақтан тұрады. Осы үш қабық негізінен каждыйы жеке-жеке қарастырылады. Осы кезде ең бірінші қарастырамыз жүректің эпикард қабығын, яғни жүректің сыртын қаптайтын жұқа қабықты қарастырамыз. Оны латынша эпикардиум деп атайды. Ол жүректің бұлшықетті қабатын жауып жатқан мөлдір қабық болып саналынады. Осы бізде эпикардтың сыртын бізде білеміз, перикард қаптап жатыр. Яғни эпикард перикардтың висцералды табақшасы болып табылады. Сондықтан да бұны кейде ламина висцералис деп те атайды. Жүректің әртүрлі бөлігінде, әсіресе жүлгелерінде, тәждік жүлгелерінде, солардың барлығының аймақтарында майлы тін кезігеді кейде. Майлы тін өзі көрініп тұр. Ал егер майлы тін болмайтын болса, көрсетілген жерлер көбінесе дәнекер тін көмегімен эпикард миокардпен тұтасып кетеді. Яғни кейбір жерлер эпикард миокард тікелей тұтасып кеткен болып саналады. Жалпы жүректің екінші қабаты ол миокардиум деп аталады. Енді бұлшықеттік қабаты бұл жерде екі бөліп қарастырылады. Яғни жүрекшелердің бұлшықеттік қабаты ерекше болатын болса, қарыншалардың бұлшықеттік қабатын біз бөлек қарастырамыз. Ең бірінші жүрекшелердің бұлшықеттік қабатына келіп тоқталайық. Негізі жүрекшелер мен қарыншалардың бұлшықеттік қабатының арасында тығыз талшықты тін орналасады. Осы тығыз талшықты тінді тін екіге бөлінеді. Оны басқаша екіге бөлініп, мынау жүректің клапандарының айналасында орналасады. Бұны басқаша анулюс фиброзис синистер, анулюс фиброзис декстер деп атайды. Анулюс фиброзис декстер мынау жүректің клапандарын толығымен жауып орналасқан болып келеді айналасында. Мына айналасын толық жабады. Ал анулюс фиброзис синистер жүректің клапандарын сырт жағынан, оң және сол жақтарынан жауып орналасады да. Ал оның ұшы немесе алдың ішкі жағы мынау қолқамен, яғни аортамен тұтасып бірігіп кеткен, аортаның жаңағы дәнекер тінмен тұтасып бірігіп кеткен болып саналады. Осы шетте қолқа түбіріне ол келіп бекіп орналасады да, оң және сол талшықты үшбұрыштар түседі. Тригониум фиброзум синиструм, тригониум фиброзум декструм атты. Енді осыларға тоқталатын болсақ, тригониум фиброзум синиструм мынау қолқаның дәнекер тінімен тұтасып үшбұрыш түсіп тұр. Ал мына тригониум фиброзум декструм декструмға келетін болсақ, ол мынау екі қарыншаның арасында жайғасып орналасқан болып келеді. Екі жүрекше қарынша тесігінің айналасында жайғасып орналасқан. Жалпы оң және сол талшықты сақиналар өзара жалпы пластинкамен байланысқан болып келеді. Және осы дәнекер тін жүрекшелер мускулатурасын қанжалар мускулатурасынан бөліп тұрады. Яғни мынау жоғары жақтан жүрекшелер мускулатурасы болатын, төмен жақта қарыншалар мускулатурасы болатын болса, осы дәнекер тін бөліп орналасқан болып келеді. Сақиналарды қосатын пластинканың ортасында бізде тесік болады негізінен. Сақиналарды қосатын пластинканың ортасында бізде тесік болады. Екі ортаның арасында тесік болады. Осы тесік арқылы жүрекшелер мускулатурасы қарыншалар мускулатурасы мен жүрекше қарынша будасының өткізгіш жолымен байланыстырылады. Яғни осының арасында тесік арқылы байланысады болып келеді негізінде. Ол қазір ол жайлы айтатын алда жүректі қалай бұлшықеттері бар, оны қалай нервтендіретін айтатын кезде осы нерв туралы айтып кететін боламыз. Енді келесі жүректің жалпы жүрекшелердің өзінің бұлшықетті қабығы бар. Бұл бұлшықетті қабығының өзі екі бұлшықетті қабығынан тұрады, жүрекшелердікі. Беткей және терең бұлшықетті қабығы. Негізі беткей қабаттың бұлшықеттік будалары көлденең бағытта жүріп орналасқан болып келеді. Және ол екі жүрекшеге жалпылай келеді. Олар жүрекшелердің алдыңғы бетінде жақсы дамиды. Мысалы, жүрекшелердің алдыңғы бетінде жақсы дамиды да, екі құлақшаның ішкі бетіне қарай өтіп кетеді. Мынау құлақшаның және мынау құлақшаның ішкі бетіне қарай өтіп кетеді. Ал одан кейін жүректің артқы бетінде
артқы бетіне келетін болсақ, мысалы жүректің артқы беті дейік. Мына вена кава инфериор болған жер жүректің артқы беті, анық көріп тұр. Осы жүректің артқы бетінде төменгі қуыс вена сол жүрекшемен, сол жүрекшемен веналық қойнаудың шекарасында, мына осы жерде веналық қойнау болады, оң жүрекшенің маңында веналық қойнау болады. Осы веналық қойнаудың шекарасының қабысуынан пайда болған қалқада бұлшықеттің бетке қабаты будаларының арасында эпикардпен жабылған ұңғыл нерв шұңқыры кезігеді. Бұл ұңғыл нерв шұңқырын латынша фоссуля нервина деп атайды. Міне осы жер, міне ұңғыл нерв шұңқыры фоссуля нервина деп аталған. міне осы фоссуля нервина арқылы мына жүректің ішкі қабатының өзінің арнайы нервтері бар, яғни нерв бағаналары осы фоссуля нервина арқылы кіріп, жүрекшелер қалқасын, қарыншалар қалқасын және жүрекше мускулатурасын қарыншалар мускулатурасымен қосатын бұлшықеттік буданы, яғни жүрекше қарынша будасын түзеді. Жүрекше қарынша будасын латынша бізде фассикулус атревентрикулярис деп атаймыз. Яғни фассикулус мына жерден бетке қабатында фоссуля нервина түзіледі. Фоссуля нервина өзі осы жүректің ішкі қабатына қарай өтеді. Ішкі қабатына қарай өткеннен кейін жүрекше қарыншалар будасын фассикулус атревентрикулярис нервтендіреді. Қазір фассикулус атревентрикулярис қалай нервтендіретінін, қалай қозудың келетінін түсінетін боламыз. Енді жалпы жүрекшелердің бұлшықеттік қабатына тоқталайық. Жалпы жүрекшелердің бұлшықеттік қабаты екі бөліктен тұрады. Шеңберлі бұлшықеттік қабатын ажыратады және вертикальді бұлшықеттік қабатын ажыратады. Шеңберлі бұлшықеттік қабат, жалпы енді екеуінің ерекшелігі бар. Yani шеңберлі бұлшықеттік қабат пен шеңберлі бұлшықеттік қабат пен вертикальді бұлшықеттік қабаты кездесуінде байланысты ерекшеліктері бар. Мысалға, оң жақ мысалы алайық, оң жақ жүрекшені және сол жақ жүрекшені алайық. Ол әсіресе қуыс веналарының маңында, келтіріп отқан қуыс веналарының маңында және де қуыс веналарының маңында және олардың қабырғасында, сонымен қатар жүректің тәжді жүлгелерінің айналасында бағана көрсетіп өткен. Міне жүректің тәжді жүлгелерінің айналасында оң жақ жүрекше болатын болса, осы қуыс веналарының айналасында, тәждік жүлгелерінің айналасында сонымен қатар мына жүректің ішкі жағында орналасқан, бізде өткен сабақтарда өттік, сопақ тесік болды. Соның айналасында шеңбер тәріздес болып орналасады. Шеңбер тәріздес болып орналасады. Ал сол жақ жүрекшеде өзінің ерекшелігі бар. Сол жақ жүрекшеде ерекшелігі бар. Не үшін сол жақ жүрекшеде ерекшелігі бар? Өйткені ол жақта 4 өкпе венасы келіп тұр. Осы 4 өкпе венасы венасының айналасында құлақшаның мойнында жақсы жетілген болып келеді. Бұл жақта енді сол жақ жүрекшеде біз білеміз, ешқандай қуыс вена келмейді, керісінше 4 өкпе венасы келді. Осы 4 өкпе венасы болғандықтан солардың айналасында шеңбер тәріздес болып орналасқан. Келесі, ол бізде вертикаль бағытта орналасқан бұлшықеттік будалар. Вертикаль бағытта орналасқан бұлшықеттік будалар негізі жүрекше қарынша тесігінің маңындағы талшықты сақина, жүрекше қарынша тесігінің маңында талшықты сақиналар болып дедік бағанағы ангулюстар. Осыған қарама қарсы немесе осыған тік бағытта, яғни вертикаль бағытта орналасады. Яғни оларға өзінің аяқтар арқылы бекінеді да, өзі жүрекшелерге қарай бағытталады. Сөйтіп осылай тік бағытта осылай орналасады. Бірінші шеңберлі бағытта орналасады, одан кейін тік бағытта орналасады. Одан басқа осы жүрекшелердің ішін кесіп қарайтын болсақ, мускулес пектинатилері болады дедік. Енді оң жақ жүрекшенің өзінің ерекшелігі бар. Оң жақ жүрекшенің не үшін ерекшелік бар? Осы оң жақ жүрекшенің ішкі қабатын мускулес пектинатилері көп. Қысқаша айтқанда, әсіресе өткен сабақтарда өттік, артқы қабырғасында мускулес пектинати, артқы және алдыңғы оң қабырғасында мускулес пектинати жақсы дамыған деді. Сонымен қатар мына құлақшасының ішінде де мускулес пектинати жақсы дамыған деп айтып кеткен болатынбыз. Ал мускулес пектинати сол жақта нашар дамыған және де сол жүрекшеде керісінше дамыған, көбінесе сол жүрекшенің іші тегіс болып келеді, бірақ ол сол жүрекшенің құлақшасының іші де мускулес пектинатимен қоршалады. Одан басқа жүрекшелердің ішкі жағында бізде өткен сабақтарда айтып өткен мынандай бұлшықеттік шарбақшылар болады. Жүрекшелердің ішкі қабатында да, мына жүрекшелерде де болады. Оны трабекуля
кореная деп атайды. Қарыншадай көрсетілген мына жерде, бірақ мына жақта жүрекшеде де бар. Рабикула кореная. Осындай шарбақтар езіп орналасқан бұлшық ет қабаттар.